сапар шексем алысқа. Қазақтың қазіргі ән өнеріндегі орны бөлек үлкен тұлға Қазақстан Республикасының халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, құрмет орденінің иегері, әнші, композитор Ескендір Хасанғалиев 80 жасқа толып отыр. Сағындым атаны, ерекше сезім берген. Сағындым апаны, анамның көзін көрген. Кекілі желбіреп жарысқан құлындарды, сағындым елжіреп, сенде пәк сезім қалды. Әншінің туған жері Батыс Қазақстан облысының Қаратөбе ауылы. Қазақтың әйгілі күйшілері Құрманғазы, Дәулеткерей, Дина, әнші Ғарифолла Құрманғалиевтердің кіндік қаны тамған қасиетті мекен. Жастайынан ән мен күйдің бесігінде тербеліп өскен Ескендір Өтегенұлы өнер өлкесіне аяқ басуына туған ауылының ықпалы зор болғанын айтады. Мен Батыс Қазақстан облысының Қаратөбе дейтін қазақ ауданында туып өстім. Ауыл әрине маған көп тәрбие берді. Олай дейтінім, Қаратөбе ауылы өзі бір киелі ауыл деп айтуға болады. Себебі ол жерде Мұхит бабамыз атақты композитор. Сонда жатыр ауылда. Оны берірек айтатын болсақ, Қазақстанның халық әртісі, атақты әнші Ғарифолла Құрманғалиевтің ауылы. Сондықтан да бұлар біздің ауылда екінің бірі домбыра тартып ән айтады. Ол шындық. Сол ауылдан өстім, сондықтан болар менің бойыма сол ән, музыка қонды. 1956 жылы 16 жасымда сол қазақ орта мектебін бітіріп, содан армандап қайда барам деген әркімнің арманы болады ғой. Әуелі шынымды айтсам, тау-кен инженер болғым келді. Олай дейтінім себебі біздің ауылда бір-екі ағай сол мына Алматының тау-кен институтында оқыды. Солардың үстінде бір керемет форма болды кезде. Алтын түймелі 2 погоны бар. Соған қарап қызығып шіркін-ай, мен де осындай погон тағып тау инженер болсам деген арманмен жүрдім. Сөйтіп жүргенде бір күні ауылға біздер қозғалып жүретін кино передвижка дейді, кино келеді ауылға. Сол кино келе қалды. Сол киноны далада көріп отырмыз. Киноның алдында киножурнал бар Қазақстан деген. Ол кезден телевизор ештеңе жоқ қой, тек радио, сосын кино. Ол киножурналдан қарап отырсақ, бір уақытта үстінде ақшыл бар қызыл көйлек, шашы бұйра, жып-жылтыр, әп-әдемі бір ағай ән айтты. Жарқ етпес қара көңілім не алсала деп. Сыдық Мұхамеджановтың Абайдың сөзін жазған ән, романсы. Мен аузымды ашып қалдым. Кейін жаңа хабарлады ғой кім айтқан. Сөйтсе ол Ермек Серкебаев ағамыз. Оны көргім сол. Енді газетте, радиода естиміз дауысын. Бірақ бірінші көргенім сол. Содан кейін Роза Бағланова апамыз шықты. Ақсамара городогыменен. Ой, пырай жанып тұр. Міне осы екі адамның дауысын естіп, бейнесін түрін көргеннен кейін менде бір қобалжу пайда болды. Не болса да мен осы өнер жолына кетуім керек оқшамас. Сөйтіп, сол 56-дан 59-ға дейін 3 жыл ауылда қызмет істедім. Әртүрлі қызметте. Клуб меңгерушісі, мектеп тәрбиешісі деген сияқты. Содан кейін 59 жылы Алматыға консерваторияға. Оған консерваторияға дайындықпен келу керек қой. Музыкалық дайындық болу керек. Не орта мектеп бітіру керек музыкалық, не 7 жылдық мектепті бітіру керек музыкалық. Менде ол жоқ. 6 айлық баян курсын бітіргенім бар. Тәуекел деп соған келіп тапсырдым. Тапсырып айтты маған, ән айтып болғаннан кейін, ал сізге біз Чайковский атындағы музыкалық училищеге соны ұсынып отырмыз деді. Содан кейін қайтып келесіз. Мен айттым, аға, неше жыл оқу керек жүрді? 4 жыл оқисыз, содан кейін келесіз. Ой, болмайды. Мен жақында ғана Орал қаласында облыстық филармонияның әншісі болып орналасқам, 2 ай болғанбыз. Сол ауылым өзім Оралыма кетем деп көзімнен жас шығып, төменге барып, оқу бөліміне барып, дай документ дей беріп, көзден жас барлап, ол мына үйін аяқ жағы болатын. Сонда ойым, ана үйелден ары қарай өздеріңіз білесіздер, августтың 1-нен бастап беген басқа оқу орындарында экзамен басталды. Сол Заует не ауыл шаруашылығы институтының ойым, үлгерсем деп. Содан оқуысының меңгерушісі бір Елена Ильинична деген апа еді, үлкен кісі. Успокойся, молодой человек, деп мен жұбатып, кішкене сабыр ете тұр. Мен қазір
саған бір жолдама берейін. Екінші қабатқа көтеріп, мынандай бір комнатаға бар. Сонда Қалықов деген кісі отыр, Михаил Михайлович. Сол жаңа хор дирижерлік бөлімге, сол дайындық курсының бірінші курсына қабылдап жатыр. Соған бар деді. Жаңа жолдамасын алып жүгіріп барып кірдім. Заходите, деп айтып жатыр. Поешь, пою. Что поешь? Жарқат біз қара көңілін пою. Серкебаев та поем арасында. Содан тағы да айттым, манаға айтқанды тағы да. Айтып шықтым. Қиындау болды, бірақ айттым. Сосын олардан ырғақ, ритм, сұлық дегендер олар дұрыс болды. Сөйтіп 5 минуттың ішінде менің тағдырым шешіліп, бұл жаңа Құрманғазы атындағы консерваторияның хор дирижерлік бөліміне дайындық курсына 2 жылдық қабылдандым. Ескендір Хасанғалиев табиғат берген әсем үнін жүрегінің даусымен жұптастырып айтатын әнші. Дәл осы қасиетін байқап, ән әлеміне жетелеген ұстаздары Галина Виноградова мен Надия Шарипованы, кезінде көзін көріп батасын алған Ермек Серкебаевты, Роза Бағланованы сағынышпен еске алады. Серкен ұстаз десе есіме Қазақ СССР СССР ғой, Қазақ СССР-ның еңбек сіңген артисі, мемлекеттік хор капелласының бас дирижері, менің мұғалімім, ұстазым хор дирижерліктен Галина Евгеньевна Виноградова деген кісі есіме түсті. Сол кісінің тәрбиесінде болдым. Өмір бойы ризамын. Тағы мұғалімдерді еске алсақ, хор факультетінде оқып жүргенде бізге бір 15 минуттық ән сабағы жүреді, ән айту. Соның мұғалімі болып Надия Абдрахманқызы Шарипова деген апай келді. Мәскеуден оқып бітіріп. Сол кісі маған айтты, сіздің даусыңыз бар екен, қоңыр даусыңыз. Кішкене дұрыстап шұғылданса қайтеді әншілікке. Мен апай арманым осы еді. Бір рет көріп едім, мен реті болмады деп. Сонымен біз кәдімгі дұрыстап дайындалып, сөйтіп барып сол консерваторияның ән бөліміне қатар дирижерлік, сосын ән бөлім. Соған қабылдады. Менің арманым еді ол. Сол Надия Абдрахманқызы Шарипова апама да ризамын. Даусымды қойып берді. Ән айтуға құштарлығымды арттырды ол кісі. Осы 2 ұстазы болды. Киножурналдан көрген ауылда Ермек ағамыз Серкебаев. Сол кісінің даусына, өзіне ұқсағым келіп сөйтіп тұратын. Кейін ер жеткеннен кейін Дарикошым үйлендім Дарикоға. Дарико екеуміз жақсы жанұя болдық. Сол кезде Ермек аға жиі қонақта болады. Тіпті араласып кеттік. Сонда осы жағдайда айтсам Ермек аға, ағаңа тартқан екенсің ұқсаған. Сонда дұрыс болады бәрі деп қоятын. Роза апаймен жақсы араластық семьямыз, жанұямыз. Бізді айналайын деп тұратын. Дарико апаларыңды, менің әдемім келді ғой дейді. Әдемі деген ән сол кісіге арналған ғой. Сөйтіп біз жанұямызбен жақсы араласып. Соған мен бақыттымын. Ескендір Хасанғалиевтің алғашқы қанат қақты туындысы «Анаға сәлем» деп аталады. Дәл осы әнді жазғанда композитордың жасы 21-де екен. Мереке күніңмен деп басталатын осынау ән көпшіліктің көңілінен шығып, елдің аузынан түспейтін болды. Мен өз әншілік ретінде бастадым ғой. Сондықтан да мен композитор өзім жолдас достарымның Базарбай Жұманиязов, Кенжебек Күмісбеков, Мыңжасар Маңғытаев, Әбілақат Еспаев, Шәмші Қалдаяқов, тағысын тағы. Сол композиторлардың әндерін насихаттадым әнші ретінде. Радиоға жазамыз, кейде теледидарға шақырады. Сөйтіп әнші болып жүрмін. Сол жаңа өзіңіз айтқан 60-шы жылдардың басында ауылды сағындым ба, үлкен анамды сағындым ба, бір бой бермеді денемде бір. Сөйтіп әуен құлағыма келді. Бірінші рет аңылдап айтып отырдым. Ла-ла-ла-лай-ла-лай деп. Сөзі жоқ. Содан радиоға келіп жүгіріп, соның әдеби бөлімінде Оспадан Иманалиев деген ағай істейтін. Өзі бір қарапайым жақсы адам еді үлкен кісі. Сол кісіге бір ән келді. Ал соның сөзін сіз жазсаңыз болар. Тыңдайық айналайын деді. Пианиноға барып ойнап бердім. Соны 1-2 күннен кейін дайын болады. Сол 2 күннен кейін мен бір жерде істейміз радиода. Келіп тұр. Мінекей анаға сәлем. Мереке күніңмен қарсы аламын өзіңді. 8 марттың кезі ғой. Сөйтіп шыққан ән. Ол кезде бірден ол айтылып кеткен жоқ. Өйткені Шәмші ағамыздың ана туралы жыры нағыз құтырып тұрған кезден шынын айту керек. Бүкіл ел айтады. Радиодан күнде сұрайды. Хат келеді ол бізге. Сол Шәмші ағаның ана туралы жырын берсеңіз, біз жаңа редактор береміз. Сөйтіп жүргенде 1-2 жылдан кейін қойды. Бір хат келді, бір хат. Халықты аударып отырсақ бір хатты. Бір жаңа бір ән естідік. Мереке күніңмен деп басылады. Сол әнді берсеңіздер екен деп. Міне содан бастап анаға сәлемнің өмірі басталды.
70 жылдары композиторды халыққа танытқан туындылары «Әдемау», «Сағындым сені», «Асыл арман», халықтың әнұранына айналған атамекен дүниеге келді. Осы әндердің шығуына сазгерді шабыттандырған өмірлік қосағы Дарико Хасанғалиева екені жұртшылыққа аян. 70 жыл мен Қазақстан Ленин комсомол сыйлығының лауреатымын. 30 жастамын. Қарағандыға жаңа сапармен барып, Кеншілер сарайында концертім болып жатыр. Шықсам залда көбі басқа ұлттың адамдар екен. Қарағанды қаласы. Өзіміздің ұлттардан да бар, бірақ көпшілігі жаңа. Содан кімге айтарым, арнап айту керек қой, көз сақтатып. Жанарым ба бір әнімді айтып тұрып, бүйтіп қарасам, бірінші қатарда. Әп-әдемі, әппақ көз тастағандай қазақтың қызы отыр. Қуанып кеттім, әнімді солай қарай бағыштай бердім. Содан бір үзілісте концерт ұйымдастырып жүрген комсомолдың жігіті екен. Сол балаға айттым, залда бір әдемі қыз отыр, бірінші қатарда. Деп, соны танысқым келеді, соны ұйымдастыр шырағым. Ой, барамыз, проблема жоқты. Орыс қолдау бар екен, қазақ жігіті. Бесмектен қайтып келді. Ойбайға проблема бар, не болып қалды? Ол Ашылаев Солжан деген Қарағандының өте белгілі құрметті азамат екен. Үлкен жұмыстарда істеген партия қызметкері. Сол кісінің үлкен қыз екен. Оның інілері бар екен, 5-6. Шетінен боксер екен. Қазбек Ашылаевтың еңбек сіңген мастер. Европа чемпионы жастар арасындағы боксшы Қазбек Ашылаев. Оны газеттен кейде білек оқитын бізден. Соның тәтесі екен деп. Мен әрине қобалжып қалдым. Сөз жоқ. Сосын айттым. Тәуекел көп болса бір нокаут аларым дедім де, танысқым келеді, ұнатып қалды. Деп алып келді. Содан бастап таныстық. Концерттен кейін біраз қыдырып жүрдік. Сөйтсек Дарико апалары Қарағандының медициналық институтын бітіргеннен кейін Москвада ординатурада оқиды екен. Таңертең Мәскеуіне кетті. Мен өзім Алматыма кеттім. Сөйтіп арада біраз жыл өтті. Адресін алмап, іздеймін. Әндер шығып жатыр. Есің ал, жанарым. Енді толып жатыр. Қайсыны айтайын. Сен ойлаймын деген сияқты. Әдемі да кетті. Бір күні естідім, бір жолдасым келіп еді. Мына өкпе аурулар институты деген бар, зерттеу институты. Соған бір Дарико деген есімді келді Москвада. Мама, жүрегім лүпіті қалды. Қош сол емес пе? Бірнеше жыл өтіп кетті. Мен сонда барайын, көзім жеткізейін, соны сөйлеміз. Телефон алған жоқ. Оның құрбысы болатын. Содан сұрасам, білмеймін дейді. Қайдан білейін неге бермеген. Сонымен бір сөзбен айтқанда сол институтқа бардым. Барып директорына кіріп айттым, осындай адам істей ме деп. Істейді, қабылдадық жақында Мәскеуден келген. Есімі Дарико. Ал енді сол көруге боламын. Қарағанда танысып едім. Шақыртты. Жүрегім лүпілдеп отыр. Бірақ та кіріп келді, ақ қалады. Басында шапка, маскасы бар. Кіріп келді. Қарағанда танысқанда мен сәлематсыз деген қазақша. Орысша шамалы болатын. Ол кісі здравствуйте деген. Сол есімде. Тағы да кезген, сол мекенді байқап. Сәлематсыз деді. Здравствуйте деді. Не жөні сол. Деп батылдық келіп өзіме. Ана маскаңызды ашыңызшы деп, алыңызшы деді. Маскасын алып жүреді, тап өзі. Қолынан ұстадым да кеттік деді. Вот солай болды бізде. Құдайға шүкір, 2 үлкен қызымыз бар, бір жан ұлымыз бар. Ол қыздардан 3 немереміз бар, бір шөбереміз бар, бір жанымыздан 3 немере бар. Сөйтіп өмір сүріп жатырмыз, Құдайға шүкір. Біз Дәкең екеуміз әрқашанда мейірімді болса екен, үлкендерді сыйласа екен деп тәрбиеледік. Соның әсері болар, әркім өз үйде баранды болды. Ал бір жанымыз қолымызды өсті. Енді ұл бала ғой. Ерке болғанмен ақылды ерке болды. Ал енді сен бұлай бол деп айтпағанмен әрбір қадамына мән беріп, әрбір іс қимылына сөйтіп бұлай жолға салып отырдық. Үлкен айқай, ұрсу, ренжу балаларға ондай болған жоқ. Сосын біздің ортамыз енді өнердің ортасы. Жаңа айтып кеттім ғой, Ермек ағамыз үйге келіп тұрады, біз барып тұрамыз, Оразбай Лану апамыз, басқалар енді соның барлығын көріп өсті ғой бір жан. Ескендір аға мен Дарико апайымыз ұлға ұлағатты, қызға ибалы тәлім тәрбие беріп, бүгінде немереден шөбере сүйіп, бақытқа бөленіп отыр.
шаңырақтарынан маңайға бауырмалдық пен мейірімділіктің лебесі еді. 200-ден астам ән жазған дара дарын иесі жастардың болашағынан үлкен үміт күтеді. Жас әншілерге айтарым, өсіп жатқан, жаңа айттық қой, біздер жас болдық деп. Бір нәрсені өнеге тұттық, үлгі тұттық. Ол үлкендерге қарап, өнер қайраткерлеріне қарап үлгі алу. Солардан үлгі алу. Балаларға да, кейінгі толқынға да соны тілерді. Менмін дегеннен гөрі, үлкен Қазақстанның өнер қайраткерлерінің көбенді өкінішке орай дүние салды ғой. Солардың запистерін тыңдап, солардан үйреніп, сахнаға шығу мәнері. Ол сахнаға шығу деген ол бір қасиетті нәрсе ғой. Жақсы киініп, таза киініп, әдемі, үстіне қарап, спорттық бәтеңкемен шыға салмай деген сияқты. Соның барлық үлгі ретінде ары қарай жалғасып отырса деп ойлаймын. Сосын әннің сөзіне мән берсе. Не айтылып жатыр сөзінде? Соны жеткізу. Осындай нәрселерге мән берсе деймін. Бәйшешектей өсіп жатқан жастарымызға мен бақытты болсын деймін. Өнерде жүрген балаларымызға өнегелі болсын, өнерлі болсын. Халқына қызмет істесін, ақ жол болсын. Қиындықтар болады, соған төссін. Сонда ғана үлкен биікке жете береді. Бақытты болсын деп айтқым келеді.